695 есебіміз жүйектегі бүлдіргенді еңлік 20 минутта, ал әйгерім 30 минутта тереді дейді. Бүлдіргенді жалпы 1 деп аламыз да, 1 бөлінген 20 болады. Яғни бұл еңліктің атқаратын жұмысы. Және әйгерім 30 минутта тереді. Яғни 1 бөлінген 30 болады. Екеуі бірігіп теретін болса, қанша уақытта теріп бітеді дейді. Сонда қосайық, екеуін ортақ бөлім бізде 60 санынан болады, 2 болады, 3 болады. Сонда бөлшектің бөлімінде 60, 3 қосылған 2, сонда 60-тан 5 болады. 5 санына қысқартатын болса, 12-ден 1-ге тең болады. Яғни 1 минутта 12-ден 1 бөлігін бірігіп тереді. Енді қыздар жүйекте бүлдірген неше уақытта теріп бітетінін білу үшін 1-ді бөлеміз 12-ден 1-ге. Сонда 1 көбейтілген 12 нәтижесі 12-ге тең болады. Яғни 12 минутта теріп бітеді екен. Ол бізде Д нұсқасында. Келесі екіншісін шығарайық. Киіз үйдің құрылысын бірінші ұста 20 күнде, екінші ұста 12 күнде, үшінші ұста 15 күнде даярлайды. Киіз үйдің құрылысын 3 ұста бірігіп даярласа, оларға неше күн қажет болады деді. Жалпы жұмысты 1 деп аламыз. Бірінші ұста ол жұмысты 20 күнде бітіреді екен. Ал екінші ұста 12 күнде бітіреді, яғни 1-ді бөлеміз 12-ге. Ал үшінші ұста 15 күнде даярлайды. Яғни жұмысты 1 деп алдық, оны бөлеміз 15-ге. Енді үшеуі бірігіп десе қосамыз, сонда нәтижесі тең болады бізде. Ортақ бөлім береміз, 60 санынан 3 болады, 12-ден 5 болады, 4 болады. Бөлшектің бөлімі 60-ға тең. 3 қосылған 5 қосылған 4. 60-тан 12-ге тең болады. 12 санының өзіне қысқартсақ, 5-тен 1-ге тең болады екен. Енді қанша уақыт, күн қажет болған білу үшін жалпы жұмысты 1 деп алдық, оны бөлеміз бөлікке. Сонда 5-тен 1-ге. Сонда 5 көбейтілген 1 болады. Нәтижесі 5-ге тең болады екен. Яғни 5 күн қажет болады екен. Келесі 696 есебіміз жабайы үйрек оңтүстік теңізден солтүстік теңізге дейін 7 күнде ұшады. Жабайы қаз солтүстік теңізден оңтүстік теңізге дейін 9 күнде ұшады. Яғни екеуінде ұшатын ара қашықтығы бірдей, оңтүстіктен солтүстікке қарай ұшады, ал біреусі солтүстіктен оңтүстікке дейін. Яғни жол бірдей. Жолды біз 1 деп алатын болсақ, сол жолды үйрек 7 күнде ұшады. Ал жабайы қаз 9 күнде ұшады, яғни 1 бөлінген 9. Екеуі бір уақытта ұшса, неше күнден кейін кездеседі, яғни бірдей уақыт болады. Қосамыз, ортақ бөлім бізде 63 санынан болады, 7, 9. Бөлшектің бөлімінде 63, 9 қосылған 7, сонда 63-тен 16 болады екен. Енді бастапқы жұмысымызға осы бөлігімізді бөлеміз. Сонда 1 бөлінген 63-тен 16. Ол дегеніміз сонда 1 көбейтілген. Бөлшектің алдында 63, бөлшектің бөлімінде 16 саны болады. Сонда 16-тан 63 болады. Аралас санға айналдыратын болса, ішінде бізден 3 рет бар. Бөлшектің бөлімінде 16, қалдығы 15 күн болады. Яғни осынша уақытта кейін екеуі кездеседі екен. Күн деп жазайық. Келесі 697 есебіміз бір қойды арыстан 2 күн, қасқыр 3 күн, ал ит 6 күн жейді. Яғни барлығы бір қой. Осы бір қойды
арыстан 2 күн жейді екен. Яғни бір күнде 2-ден 1 бөлігін арыстан жейді. Ал қасқыр 3 күн жейді. Яғни қойымыз біреу, яғни жұмыс қой жалпы. Соны бөлеміз 3-ке. Яғни 3-тен 1 бөлігін бір күнде қасқыр жейді. Ал ит 6-тан 1 бөлігін жейді. 6-тан 1 бөлігін жейді. Енді жалпы жұмыс өнімділігін қосайық. Сонда ортақ бөлім 6 санынан болады. 2, 3 бөлімде 6 болады. 3 қосылған 2, қосылған 1. Сонда 6-тан 6 болады, нәтижесі 1-ге тең болады. Жалпы бастапқы қойды 1 деп белгіледік. 1-ді бөлеміз 1-ге, яғни үшеуі бірігіп, 1-ақ күнде жейді екен, е? Келесі 698 есебіміз қауыз бірінші және екінші құбырдан аққан сумен 6 сағатта толады. Сонда бірінші және екінші құбырдан аққан су арқылы ол қауыздың 6-тан 1 бөлігін 1 сағатта толтырады екен, екеуі бірігіп. Қауыздан су бірінші құбырдан ғана ағатын болса, қауыз 10 сағатта толады дейді. Сонда бір ғана құбырдан ағатын болса, ол 1 сағатта 10-нан 1 бөлігін ғана толтырады. Яғни екеуі бірлесіп атқарғаннан, жалғыз өзін атқарғанды азайттасақ, келесі құбырдың 1 сағатта қанша бөлігін толтыратыны шығады. Сонда тең азайтамыз. Ортақ бөлім 60 санынан болады. 6 болады. 10 болады екен. Сонда алымда 10 азайтылған 6 бөлшектің бөлімінде 60. Сонда 60-тан 4-ке тең болады. 4 санына қысқартатын болсақ, 1 бөлшектің бөлімінде 15 болады екен. Яғни 1 сағатта екінші құбыр қауызын 5-тен 1 бөлігін толтырады екен. Сонда нақты қанша сағатта толтыратын білу үшін бастапқы 1-ге бөлеміз 15-тен 1-ді. Сонда 1 көбейтілген 15 нәтижесі тең болады екен 15-ге. Яғни 15 сағатта екінші құбыр жалғыз өзі толтырады екен. Келесі 699 есебіміз ағасы, інісі және қарындасы бірлесіп қардан аққаланы 12 минутта жасайды дейді. Яғни 1 минутта аққаланың 12-ден 1 бөлігін жасайды екен. Қардан жасалған осы аққаланы егер ағасы ғана жасаса 24 минутта жасайды екен. Ағасы ғана жасайтын болса, осының 24 минутта 1 бөлігін жасайды. Ал егер інісі ғана жасайтын болса 40 минутта жасайды. Яғни 40 минутта 1 бөлігін жасайды екен. Егер осы аққаланы қарындасы ғана жасса, қанша уақытта жасайды дейді. Яғни екеуің бірігіп, бастапқы үшеуі бірге жасаған уақыттан азайтып тастайық. Сонда тең ортақ бөлім 120 санынан болады, 10 болады, 5 болады, 3 болады. Сонда бөлшектің бөлімінде 120, алымында 10 болады. Азайтылған бөлшектің бөлімінде 120, 5 қосылған 3, 8-ге тең болады. Сонда 120-дан 2 болады. Ол дегеніміз 60-тан 1-ге тең болады. Яғни 1 минутта 60-тан 1 бөлігін қарындас жасайтын болады. Енді 1 минут жалғыз өзі жасайтын уақытын білу үшін 1-ді бөлеміз 60-тан 1-ге. Ол дегеніміз 1 көбейтілген 60 тең болады екен 60-ға. Яғни қарындасы жалғыз өзі 60 минутта жасайды екен.